Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз асқабақ, сәбіз және грек жаңғағы қосылған нан пісіреміз. Ол үшін бізге ұн, су, грек жаңғағы, тұз, қант, ашытқы және буда пісірілген асқабақ пен сәбіз қажет. Алдымен жылы суға тұз, қант, ашытқымызды қосып араластырамыз. Бетін жауып 10-15 минут көтерілгенін күтеміз. Ол көтерілгенше блендермен сәбіз бен асқабақты еземіз. Кейін грек жаңғағымызды ұсақтаймыз. Апарамыз көтерілгенде ұнға қосып, үстіне езбеміз бен жаңғақты қосып қамыр илейміз. Қамырды жылы жерге 40 минутқа қоямыз. Уақыт өткен соң қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп нанның формасын береміз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне нанымызды салып, бетін жауып тағы 30-35 минут қоямыз. Уақыт өткен соң үстін жұмыртқаның сарыуызымен жағып, кунжут сеуіп, 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.